Бүгінгі видеода бәріне танымал болған шеге терапиясы, оның адам ағзасына пайдасы және зияны, оған кімдерге тұруға болмайды, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ал сіз оған дейін босқа отырмай, подписаться деген бар ғой, соны басып қойыңыздар. Егер тіркелмесеңіз, және де колокольчик қоңыраушаның суреті бар ғой, соны басып қойыңыз. Менің видеомды бірінші болып көретін боласыз. Лайк басып қолдап өтіңіздер. Шеге терапиясының шеге тақтайшасының денсаулыққа қандай әсері бар? Адамның табанында 70 мыңнан астам жүйке нүктесі бар екен. Сол нүктелерді басу арқылы қан айналымы жақсарады. Гормондар қалпына келеді. Ұйқы, бүйрек үсті безінің жұмысы жақсарып, ол барлық сезім мүшесінің жұмысына оң әсерін тигізеді. Шегеде тұру көптеген ауруға ем. Себебі көп ауру қан айналымының дұрыс болмауынан туындайды. Шегеде тұрудың негізгі 3 әсерін атап өткен жөн. Физиологиялық әсері бар, яғни адамның салмағына байланысты акупунктура нүктелеріне шеге қысымы ағзада тазарту, қалпына келтіру және емдеу процестерін бастайды. Бұл ұзақ мерзімді созылмалы ауруды жеңуге мүмкіндік береді. Мен өзім осы шеге тақтайшасын сатып алдымда үстіне тұрдым. Бірақ бірінші тұрған уақытта 1 минутқа жетпей шығып кеттім үстінен. Содан кейін психологпен бірге тұрам деп шештім. Психологпен бірге тұрған уақытта 50 минут тұрдым. Менде деген жылау, күлу, сондай эмоциялар болды. Бірінші күлдім, сосын жыладым, әртүрлі эмоциялар болды. Мысалға, мына видеоны қарап шығыңыз. Осында шегеге тұрған әйел адамды көрсетеді. Мен өзімнің тәжірибемдегі нәтиже, қан айналымы жақсарды, менің давлением төмен түсіп кете беретін еді, қалпына келді. Қазір басым ауырмайды, бірнеше жылдан бері басым ауыратын еді. Ең ұзақ осы 50 минут тұрғаннан кейін басым мені жиі ауырмайды. Қазір қан айналымы жақсарды. Энергиялық әсері айтпаса да түсінікті. Қытай медицинасының көзқарасы бойынша адамдағы барлық ауру энергияның дұрыс емес ағынынан туындайды. Демек, қандай да бір ауруды емдеу үшін денедегі энергияның ағынын үйлестіру қажет, дұрыстау қажет. Сонымен бірге адамдар қанша жыл өтсе де өкпе ренішін ішінде сақтап кешіре алмай энергиясын құртады. Осындай өкпе реніш жинала беріп, одан шаршаған адам ағзасы өзін өзі лақтырып жібереді де түрлі ауру болып шығады. Мысалы, инсульт, неврит, тағы да басқа аурулар. Қандай адамдарға бұл терапияның қарсы көрсеткіші бар? Жүктілік кезінде қарсы көрсетілімі бар. Өйткені жатырға күш түсуі мүмкін. Онкологиямен ауыратындарға да кері әсері бар. Өйткені қатерлі ісікке шалдыққандарға массаж алуға тыйым салынады екен. Одан бөлек эпилепсия, диабет, клиникалық депрессия, аяқтағы жара, жүрекке операция жасалған адамдарға 6 айға дейін қарсы көрсетілімі бар. Бұл йога терапияны барлық адамға жасауға болады. Жаңа қарсы көрсетілімі жоқ адамдардың барлығына тұруға болады. Денсаулықтарына нығайтады. Күн сайын денсаулығыңыз өте мықты болады. Қан айналым жақсарады. Ақпарат пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басып, каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, және қоңыраушаны басып достарыңызбен тарата жүріңіздер. Достарыңызда бұл ақпаратты біліп жүрсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.